Қалдарыңыз қалай? Бүгін менде вообще қол тимеді историяға да шығатында мүлдем. И сіздерден бір көмек сұрағым келіп тұр. Пляжный киімдер, закрытый, но әдемі бір летний купальниктер, қайда әдемі варианттар бар, маған аккаунты болса жіберіңіздерші, өтініш. Алла қаласа енді алдағы аптада шығатын боламын. Мен қай жаққа қарай екенін бірақ әзірге айтпай-ақ қояйын. Ал бүгін шығатын жағым Түркістан, өйткені Димашты сонда қалдырамын. Бұйыртса, и Новый годта өзім бәлкім Түркістанда болатын шығармын, көреміз. Пландар болмаса. Және де енді мен сіздерге қайта айтамын. Бірақ именно сол моментте мен үлгеріп қалыңыздар, билет алып үлгеріңіздер. Осындай скидка деген кезде неше түрлі комментарий кетеді енді. Ой, билет деген сатылмай жатыр ма, өтпей жатыр ма, там бірдеңе, сондай неше түрлі комменттар кетеді да. Қалай мен доступты жабамын, қалай мен продажаны тоқтатып тастаймын, сразу мен алып үлгермедім. Мен негізі алдында сіз айтқан кезде қалай кіруін білмей қалып едім. Қалай билет алсам болады деген қайтадан әңгіме басталады. Сол үшін Сол үшін мен үстіп айтып тұрғанның өзінде де историяға мысалы сілтеме қалдырамын. Дәл сол историяның астына ответ қайтарып тұрады. Мен қалай билет алсам болады деп. Мен билет алатын болсаңыз, осы сілтемеге өтіңіз деп айтып тұрған историяға солай жазып қояды да. И қазір мысалға көмекшіме мен қайта айтып жатыр екен. Кеше доступты біз 12-де жаптық па, уже түнгі 2-де мазалап бастаған адамдар жазып, звондап, олай болмайды ғой, давайте сол 1000 теңгемен осы история біткенше алыңыздар билетті. Жаңағы сұрап жатқан жандар, и қайтадан сұрамаңыздар сілтемеге, міне осы жерге міне қалдыра кетемін. Осы сілтемеге өтсеңіз, Каспи номері осыда, и WhatsApp көмекшінің нөмірі де осыда. Чекті сол жаққа жібересіздер. Мен дайректте көрмей қаламын. И бұйыртса жеңімпазды уже анықтайтын уақыт келді. Ең көп күтілген, ең тартысты жекпе-жек болады. Блахович пен Анкалаев жүздеседі. Кім жеңеді деп ойлайсыздар? Өзіңіздің жеңімпазыңызды Мелбет сайтында тігіңіз, және де Қалбекова промокодымен Мелбеттің ең бірінші ойыншыларына $130 дейін депозит беріледі. Қыздар, кеше алған киімім шап-шақ екен, как раз алыппын, размерін. Күшті болып тұр киімі. Баста тағатыны бар, качествосы енді күшті. Мен пысықпын деп. Үйдегілер маған өз жейтін тамағыңды өзің істеп же деп жатыр. Деп айтсам ренжіп жатыр. Сен өзің айтып жатыр қойын. Сен өзің істеймін дедің ғой деп. Мен жақсы көремін негізі бұндай нәрсеге істегенді.